Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болғанымен, тұрғындарының басым бөлігі қазақтар және түркі тілдес халықтар екені белгілі. Осыны ескерсек, көпшіліктің діни ізденісі көбіне ислам діні шеңберінде өрбиді. Бүгінгі таңда интернет желісінде түрлі діни тақырыптарды талқылап, үкім беруге ұмтылатын адамдар көбейіп келеді. Алайда арнайы діни білімі жоқ ортадан діни үкімдер сұрау, немесе өз бетінше үкім айту дұрыс емес деп ойлаймын. Біздің елімізде ислам дінін үйрететін медреселер мен университеттер жұмыс істейді. Ең аз дегенде сол орындарда сауат ашқан, теология немесе исламтану саласын меңгерген мамандардан ақпарат алған жөн. Олар Құран мен сүннетке сүйене отырып, дәстүрлі жолды ұстанып, сенімді мәлімет бере алады. Бұл қате пікірлерден сақтанудың ең тиімді жолы. Алғашқы уақытта діни ақпарат іздеген адамдарға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, КМДБ баспаларынан шыққан немесе КМДБ ұсынған кітаптардан бастағанды жөн санар едім. Бұл еңбектер дәстүрлі ислам қағидаларын түсінікті тілмен жеткізеді, әрі дінге жаңадан бет бұрған жандарға дұрыс бағыт береді.